Осы оқиғадан соң әр жұма сайын жеті шелпек пісіруді әдетіме айналдырдым. Бүгін де апа, апа деп оянған Айсәуленің жағдайы бәрімізді алаңдата бастады. 4 күннен бері жылап оянатынды шығарды. Алғашында балалармен күндізгі тартысы түсіне кіретін болар, шошынып қалған шығар деп мән бермедік. Жұбанған соң ашылып ештеме де айтпады. Осы мәселемен дәрігерден де кеңес сұрадым. Қажетті ем-домын қабылдадық. Ауладағы достармен де қарым-қатынасы жақсы. Олармен тату-тәтті ойнайды. Отбасылық жағдайымызда ешқандай келеңсіздік жоқ. Алайда түнгі ұйқыдан шошынып, жылап оянатыны ойландырады. Болып жатқан жайларға не істерімді білмей, терең ойға шомып отырғанда көрші Сырғаш апай жаныма келді. Ол да менің 3-4 күннен бері көңілімнің алай-дүлей болып жүргенін байқап, себебін сұрады. Көргені мен білгені менен көп қой деп, қызымның жағдайын жайып салдым. Әңгімемді үзбей, соңына дейін тыңдаған көршім. Енем марқұм немересін өте жақсы көруші еді. Аулада ойнап жүріп құлап қалса, ауырып отырған аяғына қарамай, сүрініп, қабынып немересіне жететін. Айсәуле де апасына ерекше бауыр басты емес пе? Өмірінің азайып бара жатқанын сезді ме? Кім білсін, соңғы кездері Айсәуленің жағдайына көп алаңдайтын. Қолынан ұстап, жетектеп мектепке апарсам, өліп кетсем де арманым жоқ дейтін. Ауруының дендеп бара жатқанын біліп, өмірді қимай кетті ғой. Сүйікті немересін алыстан көріп, сағынышын басып жүрген болар. Түсінде апасын көрген соң жете алмай, жылап оянып жүрген шығар. Мұндайды соқыр сенім деп қабылдайтындарынды білемін. Бұрынғылар түсінде шошып оянса, түн баласы ұйықтамай мазаланса, ештеңеге көнбей жыласа, молда, имамдарға апарып, дұға сүрелерді оқытып, белгісіз ауруларынан айықтырып алатын. Ал қазіргі жастар басы ауыра қалса да, дәрігерге жүгіріп барып, үйіп-төгіп дәрі әкелесіңдер. Оны балаларға беріп, кішкентай ғана ағзасын улайсыңдар. Менің ақылымды алсан, мешіттегі молдаға барып, дем салдыр. Түкіртіп жіберудің еш зияны жоқ. Бұл мұсылманшылықта бар дүние. Осыдан соң нәтиже шықпаса, қалаған дәрігеріне барып, ем қабылдауына болады. Сырғаш апайдың айтқандарын жолдасыма айтып, сол күні қызымызды көрші ауданда тұратын дем салатын апайға алып бардық. Оның көріпкелдігі бар екен. Алдына кірген біздерді көрді де, балалар, Құран дәметіп үйлерінде аруақ жағалап жүр. Қайтыс болғандарға Құран бағыштау сіздердің парыздарыңыз болмақ. Мұны ескермесеңіз, отбасыларыңызда жағымсыз жағдайлар орын алады. Әр бейсенбі қазақтың салты бойынша 7 шелпек пісіріңіз. Марқұмдардың аруағына бағыштап, Құран оқып, көршілерге таратып жіберіңіз. Бұл жаратушыға серік қосу емес, керісінше, сауаптың бір түрі болмақ. Осыған байланысты мына аңызда баяндап берейін деді емші апамыз. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр екен. Құдайым жоқ жерден берді ғой деп, шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, алтын үлкен жыланға айналып, өзіне тап береді. Әй бейшара, не тапсан да өз сорынан көр. Сандықта жатып, 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кім құтқаратын болса, соны жұтамын деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын дейді. Жолаушы шыр-пыр болып жалынса да, жылан көнбейді. Кенет оның көзі 30 жолаушыны шалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес деп кетіп қалады. Жылан жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой дей бергенде, тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде, бізден не күтесің деп, олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі. Бейбақ иманын үйіре бастайды. Сол кезде бір аласа бойлы адам келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда сен не істей аласың?
жолынан қалма дейді. Аласа адам: ей жылан, кінәсіз жанға жала жаппа, өтірігіне сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеммен кішкентай сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді дейді. Жылан бұлқан талқан ашуланып: сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін дейді де, түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Аласа адам сандықты тарс жауып: жыланнан құтылдың, енді жолынан қалма дейді. Жолаушы қуанып: айланды асырдым батыр, қарыздармын, жөнінді айт, кімсің дейді. Бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзін. 10 пәленің 9-ы тілден. Орынсыз сөз иесін қабады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразан, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазын. Құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей-кепшіктерге садақа бердің. Мен өзім пісіріп таратқан шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай жіберді депті. Міне, 7 шелпектің өз отбасыңызға да, өткендерге де тигізетін шарапатын көрдіңіз бе депті. Мұны естіген соң әр бейсенбі шелпек таратып, Құран оқуды дәстүрге айналдырдық. Апамның салған демінен кейін қызымыздың да ұйқысы тынышталып, жылап оянатын әдетін қойды.